Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қазанды оңай тазалау әдісімен бөлісемін. Ешқандай химикатсыз үйдегі бар затты пайдаланамыз. Мен үнемі осы әдісті қолданамын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар кір сабын және қазан қырғыш. Ең алдымен қазан мен қырғышты сулап аламыз. Сонан соң қырғышты сабында баламыз. Енді қырғышпен қазанды жақсылап жуамыз. Неғұрлым қырғышпен көбірек қыратын болсаңыздар, сол ғұрлым жылтырайтын болады. Қазан мен қырғышты жиі сулап отырамыз. Қолдарыңызға қолғап киюге кеңес беремін. Қазанның ішін, сыртын, қақпағын осы айтқан әдістермен жуатын боламыз. Мінекей достар, тап-таза қазанымыз дайын. Сіздер де осы әдісті қолданып көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Ешқандай химикатсыз үйдегі бар затты пайдаланамыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақжол Бан.